Ерекше баланы көргенде адамдардың үрке қарауы дұрыс па? Жалпы енді кез келген адам мынау бір көрген кезде, айтайық, біреудің қолы жоқ, біреудің аяғы жоқ, біреудің көзі жоқ деген сияқты, біреу күйіп қалған, біреу пісіп қалған. Енді осындай, Аллах сақтасын, ондай кездеседі ғой. Соның ішінде мүмкін кейбіреулер ақыл жағынан кем болуы мүмкін. Жаңа біз енді не дейді қазақта, жынды болуы мүмкін, ақылы кем болуы мүмкін. Сондай адамдарды көрген кезде, бірінші, енді көп адам шынымен де ішкі дүниесі үркуі мүмкін. Бірақ оны адамдарға зиян келетін дәрежеде көрсету дұрыс болмайды. Жалпы сүннетте өзінің айтатын дұғасы бар деп айтады. Сондай нәрсені көріп қалған кезде адам бір өздігеден бір нәрсені көрсе шошитындай, онда айтатын дұғасы бар. Іштей өзі айтады: Альхамдулиллахиллади афани мимма ибталака бихи ва фаддалани аля касири мимман халақа тафдилан. Егер кімде-кім сондай көріп қалған болатын болса, оны бүйтіп шошып, оны кемістіп, ары итеріп отырмайды. Не істейді? Аллахқа мақтаулар болсын. Яғни сені болмаса оны сынаған сынақпен мені сынамағанына, Аллахтың артықша бір жақсылық бергеніне. Яғни ол өзінің халін салыстырып, соны көрген кезде оны кемсітпеу керек. Өзіндегі артық нәрсе бар екен, барып шүкір ету керек. Егер солай жасайтын болса, бәлә деп келеді, онда ол адамға ол нәрсе сынақ келмейді дейді. Бұл не дегенді білдіреді? Егер кімде-кім сондай бір кем адамдарды кемсітетін болса, мазаққа келеке қылатын болса, оның басына сол келуі мүмкін да, өзіне болмаса бала шағасына. Сондықтан сақ болу керек. Енді қандай қарым-қатынас болғанда? Мейірімділік қарым-қатынас қой. Өйткені жалпы хадисте, аяттарда келген сияқты, ирхаму ман фил ард ярхамукум ман фис сама. Жердегілерге мейірімді болыңдар, сонда аспандағы Аллахтың мейірімі сендерге жауады дейді. Ол тіпті адамнан дәрежесі төмен құсқа, итке, соларға жақсылық жасайтын болса, сауап келетін болса, бұндай адамдар көрген кезде адам мейірімділік танытып, қайта Құдайға жақындаудың жолын қарастырып деген сияқты, соған бір жоғарыдағы дұғасын айтып, мүмкін оларға бір жолын беріп, олардың бір істеп жатқан нәрсесін қатты мән бермей, өйткені шариғатта мысалға ақылы кем адам жаңағындай жасаған қылмыс үшін оны жазаланбайды да негізі. Сол күйінде бар. Оларды қоғамнан бөлек үйлестендіру жоқ, алып жүруге болады, егер кедергі жасамайтын болса. Тек адамдар түсіністікпен қарау керек. Түсіністікпен қарау керек ол нәрсеге. Өйткені оны үрке бергені ол балаға жақсы болмайды. Қоғам егер оған түсіністікпен қарайтын болса, оларға бір ерекше бір бала екенін сезініп, оған жұмсақтық тартатын болса, ол балаға да ол жеңілдік алып келеді. Оларды мүлдем оқшаулап тастамайды. Олармен сабыр қылып сөйлеседі. Енді пайғамбарымыздың бір сипаттарының біреусі, жаңа хадисте келетін ғой, бір Мединеде қандай да бір күн қыз келіп пайғамбарға келіп, қолынан жетектеп өзінің шаруасын айтатын болса, пайғамбар еретін еді дейді. Яғни былай көңілін қалдырмас еді дейді. Сол сияқты ондай кезеңдерде көңілін қалдырмаудың, оны бір кемсітудің, сондай іс-әрекетінен сақ болу керек. Біз ойлаймыз, ол бала сыналып жатыр екен деп. Біз ондай балаларды көрген кезде бізде сыналып жатқанымызды естен шығармауымыз керек.